Всем привет! Всем привет, достар! Сіздермен бірге мен қызычаныстар менің жаңа видеома қош келдіңдер. Бүгін мен сіздермен бірге Каспийден распаковка жасайтын боламын. Бұл уже нешінші часть? Үшінші часть, по-моему. Короче, бүгін мен сіздермен бірге, как всегда, Каспийден распаковкаларды ашатын боламын. Қараңдар менде қандай әдемі осындай накладные ногти. Мынандай. Вот. Если что, видеоның басында айтып қояйын, менде тамағым ауырып, кішкене ауырып тұрмын. Из-за этого не обращайте внимания. Давайте. Бүгін сол сендердің алдарында осылай образбен шыққым келді. И знаете, мен осы сырт келбетте бірдеңені өзгерттім. Не деп ойлайсыңдар? Тапқан адам там өз пікірлеріңді комментке жазып кетіңдер. Кім табады, соған лайк басамын. И тіркелетін боламын өзім. Так что ойланыңдар. Не деп ойлайсыңдар? Так, достар, видео бастамай жазып лайк басып тіркеліп отырамыз. Ал ендеше мен сендерге заттарымды көрсетейін. Қандай заттар екенін. Вот осындай сумкада, там сумка, бір сумка толы. Барынша, в общем, ішінде 10 зат қой. 10 затты қазір бірге ашатын боламыз. Короче, достар, мен сондай бақытты болып тұрмын. Потому что мен білесіздер ме, осы күнді қанша апта күткенімді, қанша апта бойы мен осы күнді прям қатты қалған болатынмын. И наконец-то. Короче, білмеймін, даусым шығыватқан жоқ па? Микрофон осында. Так, мен заттарымды көрсетіп кетейін. Вот, бірінші зат, екінші зат, үшінші зат, төртінші зат, ойбай, ауыр, бесінші зат, потом 6, жетінші зат, 8, 9, 10-шысы ғана. Ой, достар, қателескізіппін, 9 зат екен ғой. Мен қуып 10 деп жүрмін ғой. Или 10 ба? Эй. Блин, миым ашып қалыпты, короче, давайте. Осында ең кішкентай заттан бастаймыз. Маған қараңдар. Короче, бізде сепочка бұл. Бұл заттарды мен әпшем заказ еткен болатын. Вот, маған сепочка салып жүрген ғой. Қараңдар. Мен, короче, осы сепочканы алғым келген. Когда-то осындай тренд болды, білесіңдер ма? Дальше мен. Следующее. Бұның ішінде еще бізде новогодный заттар бар. Мен чуть-чуть көріп қойғаным бар да енді. Давайте нашақ. Но прям интересный, прям, о май гад. Бізде бұл осындай шышаға тағатын мұздар. Вот. Мықты жібі берілген. Сол жіппен орап тағамыз шышаға. Давайте мен қызылды ашқым келіп тұр. Вау, қараңдар. Мынау тоже шышаға арналған бабочкалар. Прям качественный қып-қызыл түсі. Следующее бізде осындай 4 бұрыш зат. Давайте ашып көрейік. Мен білем. Қараңдар. У меня новая чехол. iPhone 11. Вау. Қараңдар қандай әдем. Вау, қараңдар.
просто божественно. Ойбай, қайтамыз ау орысшамен. Ема. Алло. Неғылды? Следующий у меня вот этот зад. Давайте аж көрейік. Вау. Вау, ана зат қой. Ема, пульті бар еще. Ема, қараңдар. Ема. Ема, гирлянда. Ну, короче, андай зат. Қараңдар, пердеге ілетін ұзыннан жағып қоясың, тема болады. Ема, ананы ілетіндерін қараңдар. Перденің несіне іліп қояды. Следующее. У меня вот этот зат. Давайте ашайық. Вау, қараңдар, шыршаға ілетін осындай шарлар. Мына затты көргім кеп тұр. Чоты. Адамның көркін алып тұр. Yes. Білесіңдер, бұл тенниске ойнайтын зат. Тенниспен ойнайсыңдар. Бадминтон вроде да. Ема, үшеуін беріп өткен ғой. Мен осыны арнайы әпшем айтқан болатынмын. Вот именно осы зат керек деп маған. Потому что менде сатып алған кезде осы теннистің жаңа екеуі береді. Сол, короче, біреуін шифрдың үстіне фырлың болды, екіншісі де фырлың болды. Сонымен менде бадминтон ойнайтын доптарым кетіп қалған тұғын. Енді менде үшеуі бар. Аналармен қосқанда бесеуі бар. Мен түрлі түсті болады деп ойламаппын ғой. Затты біліп тұрмын мен негізі. Көрмеген не боламыз да? Не екен? Не екен бұл? Сондай браслет. Менде вообще бұлай көп браслеттер жоқ. Бұлай қарасам, жалпы браслет жоқ менде. Сырға мен цепочка ала бергем ғой, айналдырып кеп. Менде сырға деген бұлай. Оның барлығы бижутерия менде. Наконец-то менде нормально енді білезік болады. Так, мынаны тағып келейін, я. Короче, қалқым, ерінбей міне тағып алдым. Енді біз самый последний и ең ауыр затты ашамыз. Ла-ла. Вау, қараңдар, қандай әдемі. Екен ауыр. Бұл бізде әлбетте айфонды ойнамайтамы. Вау, қараңдар. Бұл бізде карманный зарядчик. Зарядчик. Вау. Oh no. Oh my god. Капец ауыр. Вау, қараңдар. Қандай әдемі карманный зарядчик. Блин, качество ұрып тұр ғой, ема. Мада айфон жоқ қой деді. Короче, достар, менде осымен сендерден видео аяқталды. Келесі видеоны күтіңдер. Ол вообще бомба болады. Келесі апта шығатын болады. И вот. Мен негізі көптен бері осылай кәсіпсіз заттар алғым келіп жүрген. Яғни распаковка жасағым келіп жүрген. Бұл жетеді енді.
келесі видео қандай видео шығады деп ойлайсыңдар, тоже комментке жазып кетіңдер. Видеоны салып лайк басып тіркеліп кетіңдер. Келесі видеода кездесеміз. Всем пока.